Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мектепке дейінгі білім беру ұйымының мектепке дейінгі ұйымдарда іздену, эксперименттік әрекет арқылы баланың қызығушылығын дамыту тақырыбында облыстық вебинарға қош келдіңіздер. Мақсаты балалардың интеллектуалдық қабілеттерін зерттеу, дағдыларын шығармашылық әлеуметтік кешенді дамыту, қолайлы мүмкіншіліктерді пайдаланып әңгімелеу, баяндау әдісі бойынша балалардың сөз байлығын жетілдіру, қоршаған ортада ұйымдастырылған іс-әрекеттер арқылы дербес эксперимент жүргізуге танымдылық қызығушылығы мен қабілетін арттыру.
Номер 22 Алтын бесік бөбекжайының тәрбиешісі Микеева Ақмаржан. Балықтар тақырыбында зерттеу жұмысын жүргіздім. Балалардан қандай қызығушылықтары барын сұрағанда, балалардың арасында тәрбиеленуші Мұратова Маргарита өзінің жаз мезгілінде теңізге барғанын, балықтарға қызығып, олар немен қоректенетінін, қалай теңіз астында тіршілік ететіні туралы білуге құмар екенін байқадым. Кейін Маргаританың ата-анасымен тілдесіп, ынтымақтаса отырып, рұқсатын алған соң Маргарита мен балықтарды зерттеуді бастадық. Бірінші кезекте теңіз әлемінде тіршілік ететін балықтармен жақынырақ танысу үшін Ақтау қаласындағы ірі балық сататын дүкенге әртүрлі балықтар мекендейтін аквариумға бардық. Маргарита түрлі балықтарды көріп, ерекше таңғалысын жасырмады. Қуанышы әр әрекетінен байқалып тұрды. Бөбекжайға оралғаннан кейін дереу қасындағы достарымен бөлісіп, өзінің қаншалықты балықтар туралы ақпарат алғанын айтып, ағынан жарылды. Сол сәтті пайдалана отырып, мен де Маргаритадан балықтармен жақынырақ танысу үшін барған саяхатымызды пысықтау мақсатында қандай әсер алғанын, балықтар жайлы не түсінгенін сұрадым. Ата-анасы да қызының балықтарға деген ерекше қызығушылығын байқаған соң, балабақшадағы тобына түрлі түсті балықтар сатып әкелді. Біз оларды табиғат бұрышында тұрған аквариумға орналастырдық. Балалар сол балықтарға ерекше күтім жасаймыз деп қуаныштарын білдіріп жатты. Қазіргі уақытта мектепке дейінгі мекемелерде баламен жұмыс жасаудың тиімді шағы зерттеу жұмыстары. Бұл әдістің негізгі жетістіктерінің бірі баланың затпен, материалмен тікелей қарым-қатынасы. Зерттеу кезінде бала өзінің қажетін қанағаттандырады. Ойлау, есте сақтау, зейінін тұрақты қалыптастырады. Бақылау, салыстыру, орнына қою сияқты дағдылары бойына тартады. Бала қоршаған ортаны табиғи зерттеуші. Бізді қоршаған ортаны бала зерттеп қана айырады. Қазіргі уақытта балалардың танымдық қабілеттерін зерттеу жұмыстары арқылы дамытудың рөлі ерекше. Зерттеуші бала отырып, бала өзін жеке тұлға етіп қалыптастырып алады. Себебі әр баланың жеке танымдық қабілеті бар. Бала өзі қолдан жасаған зерттеуінде қоршаған ортаны жақсы тани алады. Зерттеу жұмыстарында балалардың жас ерекшеліктері ескеріледі. Қазіргі уақытта біздің алдымызда тұрған өзекті мәселе ертеңгі күннің білімді ұрпағын жан-жақты қалай тәрбиелейміз? Оның жолында қандай қолдау көрсетеміз? Осы сұрақтарды шешудің мақсатын ойластыру заман талабы. Сондықтан да баланы үнемі мынау не, анау қалай деген қызығушылыққа ерте жастан үйретуіміз қажет. Бала неғұрлым тапсырма қызықты болған сайын, оны орындауға белсене араласады. Бұл жағдайда зерттеу, ізденушілік жұмысының маңызы өте зор. Зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда педагог нені ескеруі керек? Бала шығармашылығын сынауға болмайды. Баланың зерттеуін төмен бағалауға болмайды. Баланың әрбір іс-әрекетіне қызығушылық туындыру. Іс-әрекет кезінде бала өз қателігін көре білуге талпынады. Баланы өзін-өзі бағалай білуге тәрбиелеу. Зерттеу кезінде тапсырманы аяғына дейін орындауға тәрбиелеу. Зерттеу жұмысын баланың қызығушылығы аяқталғанға дейін қорытындыламауымыз қажет. Тұз балалар бірнеше түрі бар екен тұздың, білесіздер ма? Біз көбіне тұзды қайдан көреміз? Қайдан көреміз тұзды? Үйден көреміз, Үйде біз ас бөлмесінен көреміз. Бұл тұзды біз не істейміз ас бөлмеде? Не істейміз тұзды? Тұзды біз тамаққа қосамыз, солай ма? Тұзды тамаққа қосамыз. Балалар тұздың түрі көп екен. Ас тұзы бар екен, және де көптеген басқа да түрлері бар екен. Тұз балалар адамның денсаулығына өте пайдалы. Білесіздер ғой, тұздың пайдасын. Біз қазір біздің балабақшамызда тұз шахтасы бар ғой. Біз қазір сол тұз шахтасына баратын боламыз. Жасағым келіп тұр, зертханалық жұмыс жасағым келіп тұр. Біз қазір осы тұзбен жұмыс жасайтын боламыз, балалар. Балалар, тұздың түсі қандай? Ал дәмі қандай тұздың? Қараңыздаршы балалар, дәмі қандай?
мен тұз салдым суға. Қандай болады дәмі? Ащы болады, иә? Өйткені мен бұл суға тұз салдым екен. Міне қараңыз енді. Менің қолымда тұз. Қараңызшы балалар. Енді қалай ойлайсыздар? Тұздың үстіне су қойсам не болады? Су қойсам не болады жанайым? Мен аламда бүйтіп су құямын. Не істеді су? Су көрініп тұр ма? Жоқ, не істеп алды тұз? Оны өзіне сіңіріп алды, иә? Енді әне бір-бірден қасықпен су құямыз. Менің қолымда 2 жұмыртқа алдым, иә? Біреуін тұз салынбаған суға салдым. Не болып тұр? Батып кетті, да? Енді екіншісін мен тұз салам, тағы да тұз салған суға салғым келді. Не болады екен, көрейік? Не болды? Батқан жоқ. Я батқан жоқ. Келе жатыр, не көрдіңіздер ма? Тұздың балалар. Осындайда қасиеті бар екен. Не көрдіңіздер ма? Көрдіңіздер ма, міне? Жұмыртқа не істеп жатыр? Бетіне қарай жайлап көтеріліп келе жатыр. Өйткені мына жақта не бар? Біз үстіне тұзымыз бар, иә? Жарайсыңдар балалар. Астына барып, қазір тұзды шахтасына барып, жалғастыратын боламыз, иә? Мен сіздерге айтатын боламын, тұздың денсаулыққа қандай пайдасы бар екен. Мен Құлқабаева Гүлжира Саламатовна, Айназ жекеменшік бөбекжай балабақша тәрбиешісімін. Бүгінгі вебинар тақырыбы тұздың кереметі. Мақсаты балаларға тұздың пайдалы қазбаларға жататын туралы мағлұмат беру, қоршаған ортаға деген қызығушылықтарын қалыптастыру, білуге құштарлықтарын, ұсақ қол моторикасын дамыту. Жан-жақты физикалық жетілген және денсаулығы жақсы баланы өсіріп тәрбиелеу әрбір ата-ана мен балабақшаның міндеті. Еліміздің білім саласында жүргізіліп жатқан реформаның басты мақсаты ой-өрісі жаңашыл, шығармашылық деңгейде қызмет атқара алатын, дүниетанымы жоғары, жан-жақты қалыптасқан жеке тұлға тәрбиелеу. Бала болашағымыз десек, сол балаға жүйелі білім беріп, қабілет қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз керек. Біздің бөбекжайда тұз шахтасы бар. Мұнда балалар 10 минут ішінде ойнайды. Алдымен бөлмені желдетіп аламыз. Одан кейін тұз қоспасы бар құрылғы топқа қосылып тұрады. Сол тұзды ауаны жұту балаларға өте пайдалы. Бала денсаулығына, тыныс алу жолдарына пайдасы мол. Бүгінде психологтар баланың саусақ ұшындағы ұсақ моторикасын дамытуда тұзбен ойнаудың зор екенін айтады. Тұзда әртүрлі ойыншықтармен ойнауда балаларды зеріктірмейді. Тұз терапиясының тағы бір артықшылығы көңіл күйді жақсартуға көмектесетін иондарға бай екенде дәлелденген. Тұзбен сурет салу бұл икемді, әдемі бейнелеу өнерінің қызықты және қарапайым әдісі. Мұндай суретпен қиялдық көрінісінде ешқандай шектеулер жоқ, шығармашылық қабілеттерін ашады. Шығармашылық жұмысқа қызығушылығын тудырады. Менің алған жұмысымның мақсаты балдардың тұз терапиясында қиял көрмені бейнелік ойлауды, сөздік логикалық шығармашылық ойлауды дамыту. Тұз терапиясын 3 жастағы балалармен бастауға болады. Тұзбен ойында ойыншықтар қолданылады. Тұзбен ойын балалармен ересектердің эмоционалдық хал жағдайларына оң әсерін етеді. Бұл баланың өзіндік даму үшін тамаша құрал болып табылады. Тұзбен суреттер салып, әртүрлі оқиғалар ойлап табуға болады. Тәрбиешіге түрлі мінездегі балалармен жұмыс істеуге тура келеді. Мен өзімнің тобымда балалардың сөздік қорларының дамуына және жалпы өзін-өзі ұстау жұмыстарын шешудің бірден бірі бұл тұз терапиясы. Балалар тұзбен ойнауды өте қатты жақсы көреді. Тұз терапиясы арқылы баланың мынандай құзыреттіліктері дамиды: шығармашылық, танымдық, интеллектуалдық қарым-қатынас. Қорыта келе Карл Густав Конттың мынандай сөздерімен аяқтағым келіп отыр: біздің ойлап жүргенімізді қолымыздың көмегі арқылы шешуге болады екен. Назарларыңызға рахмет. Жарайсыңдар, өте жақсы қарауларыңызға болады. Балалар, және де тұз шахтасына келген кезде қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек балалар. Білесіздер ме? Тұзды ұстағаннан кейін, тұзбен ойнағаннан кейін көзімізді жарақатты ұстауға болмайды екен. Не үшін деп ойлайсыздар балалар? Көздеріңіз ашиды. Дұрыс айтасыңдар, көздеріңіз ашиды. Тұз қандай екен балалар? Тұз себебі қандай?
Хорошо, дұрыс айтасыздар. Көктем көзім бағмайды, қызға тәтті кағыз. Жел қызыған қия алмайды, мал жуаты сауғыз. Өте жақсы күз туралы. Иә, мына туралы қандай тақпақ білесіз? Ама атып түсті, күміржіңіз бастайым, жына аты жантау. Өте жақсы. Тағы қандай тақпақ білесіз ба? Айта ол. Сап-сары қып табаны бояп, той күзден құстар қанып қағат, құсасқаны бізбенен. Жарайсың. Өте жақсы. Күз айна сағытыз, кеме тамаса қанда ашыңыз. Өте жақсы. Жарайсың, өте жақсы. Тағы бір қайтқанымыз үзейміз. Енді диаметрі фигуралы саламыз. 3. Тапсырмасы аяр ұстай оқыңа. Иә. Не жасадың, айтып берші бізге? Күн жасадың, мынау не көк түстегі? Не ол? Бұлт. Ал мынау не жасыл түстегі? Апам болды. Не ол? Жер ма? Жер. Өте жақсы. Жарайсың. Түрлі түсті. Нелер екен? Тоз, иә. Саңырау құлақ. Саңырау құлақ жасадық. Саңырау құлағың түсін. Немен қандай түспен боядың? Қызым. Я, Каратаева Малика Мамиржановна, воспитатель ясли сада номер 4 АУ города Актау. Мой педагогический стаж 11 лет, категория педагог-модератор. Мы с детьми подготовительной группы номер 9 Айгулик провели интересный познавательный эксперимент, который называется «Бурлящая лава». Цель данного эксперимента – познакомить детей со свойствами воды и растительного масла, исследовать разницу между плотностью воды и масла и что с ними происходит при смешивании. Для проведения исследования воды я использовала микроскопы на каждого ребенка, где дети наглядно могли рассмотреть капельки воды под увеличительным стеклом. Пипеточки, у нас есть такие пипеточки. Откроем наши колбочки. Откроем колбочку. И сейчас мы с вами заглянем в нашей воды. А теперь я вам предлагаю взять наши пипеточки и набрать пару капель. Возьмем наше стеклышко. Видите стеклышко? Посмотрите стеклышко. Смотрите сюда, Спиран. Я капаю сюда буквально одну капельку. Видели? Да. Ну, можно парочку давайте. Пару капель. Капнем. Ложим наши пипеточки. И ложим наше стеклышко в микроскоп. Что мы там с вами видим? У меня какие-то полоски. Полосочки, да, еще у кого? Кто еще что увидел там? Ребята, смотрите, какие там интересные. Это в нашей воде обитают различные живые микроорганизмы. Посмотрите, как наша вода, какая она у нас красивая, необычная, да? Посмотрите внимательно. Кто еще видел? Там глазики. Глазики есть, да? Вот я вам сейчас предлагаю посмотреть на экран. Посмотрите, посмотрите, вот то, что мы видим с вами под микроскопом. Смотрите внимательно. А теперь я вам предлагаю пройти за наш следующий стол, где мы с вами будем проводить эксперимент, который называется «Бурлящая лава». Для проведения эксперимента я использовала емкости с чистой прозрачной водой и растительным маслом, пищевые красители, таблетки-шипучки, в данном случае витаминки, прозрачные стеклянные стаканы, пипетки и пластиковые палочки. На первом этапе эксперимента мы наполнили стаканы водой на 1/2 часть. Ребята наблюдали, что вода не имеет цвета и запаха. Итак, у нас в одном стакане вода, во второй стакан оставляется растительное масло. Ребята, итак, у нас у каждого из вас есть по 2 емкости. В одной емкости у нас Вода. А в другом растительное масло. Посмотрите, они одинаковые? Нет. А какие? Вода прозрачная, чистая, а растительное масло, оно желтое. Желтые. Теперь я вам предлагаю нашу воду капнуть пару капель нашего пищевого красителя. Возьмем
Беремте веточку, не бойтесь. Беремте веточку. На втором этапе мы с ребятами добавили пищевой краситель в стаканы с водой. Ребята наблюдали, что вода имеет свойство окрашиваться. А теперь возьмем наши трубочки. Берите трубочки, возьмите. И нашу воду давайте попробуем размешать. Все размешали? Смотрите сюда. Посмотрите сюда. Что с нашей водичкой стало? Она окрасилась в цвет. Ребята, из этого следует что? Что с нашей водичкой может происходить? Она может менять Оттенок, она может менять оттенок, принимать различный цвет. В данный момент у нас что в стаканах? У меня синий, да? У Даночки какой получился? Фиолетовый, такой бордовый цвет, да? Посмотрите. Да, он может принимать разный оттенок, да? А теперь я вам предлагаю. На третьем этапе мы добавили растительное масло в стакан с окрашенной водой. Ребята наблюдали, что две разные жидкости не смешиваются, что масло легче воды и остается на поверхности. имеют разные цвета. Не потому что они имеют разные цвета. Потому что вода она тяжелее, а растительное масло оно легче. Легче. Правильно, Смирочка, молодец. Наша вода тяжелее, да, потому что она имеет другую плотность, а масло легче. Посмотрите, все масло наше где оказалось? Наверху. Наверху, на поверхности стакана. И на последнем этапе мы добавили таблетки-шипучки в стакан с жидкостью из воды и масла. Ребята наблюдали волшебное движение пузырьков. Таблетки растворились и выделили углекислый газ, который привел в движение жидкость. Вау, тут шарики поднимаются. Шарики поднимаются. Смотрите, смотрите внимательно. Это Что будто происходит с нашей волны. водичкой? Это не водичка, Как будто это волны, да, посмотрите. Как будто это извергается лава, да, посмотрите. Водичка начала бурлить? Да. Бурлить, В посмотрите. конце эксперимента ребята сделали вывод, что вода имеет свойство менять цвет. Они узнали, что масло легче воды и остается на поверхности воды, что две разные жидкости не смешиваются. Что мы с вами наблюдаем? Смотрите, как шипит наша водичка. Смотрите, две жидкости начали что? Смешиваться. До этого они не смешивались, да, ребята? А теперь что? Смешиваются, смотрите, теперь они смешиваются. Ребята, сегодня мы с вами провели эксперимент бурлящая лава. Как вы думаете, у нас все получилось? Да. Все получилось. Что мы сегодня с вами узнали из этого эксперимента? Детям очень понравился данный эксперимент. Их очень удивило, что шипучая таблетка, растворяясь в воде, приводит в движение жидкость, напоминает бурлящую лаву. Благодаря нашей шипучке что произошло? Она растворилась, и что произошло? Делаю для себя вывод. Изучение свойств воды и масла помогут детям обогатить представление о них, а полученные знания пригодятся в повседневной жизни. Мен Көжекова ардақты Табылды қызы, Балдырған санаториялық бөбек жайының педагог мотиватор тәрбиешісімін. Мен бүгін ортаңғы топ балалармен сиқырлы көпіршіктер тақырыбында тәжірибе жұмысын жүргіздім. Біз бүгін тәжірибе алаңдамыз. Ол үшін алдымен бізге аз жаққыш керек, тәжірибе алар, аз жаққышымыз қажет. Келеміз балалар. Балалар, біз бүгін тәжірибе алаңында сиқырлы көпіршіктер жасаймыз балалар. Ол үшін бізге су керек. Ал бұл не балалар? Иә, бұл ыдыс жуатын сұйықтық. Иә, және де балалар бізге түтікшелер керек екен. Сонымен қатар балалар суды көбікті болғау үшін осындай қасық керек болады. Алдымен ыдысымызға суды құямыз. Суды құйып болған соң ыдыс жуатын сұйықтығымызды береміз. Әбден араластырайық. Әбден араластырамыз.
судың түрі өзгеріп кетті ма балалар? Қараңдаршы, судың бетіне не пайда болды? Балалар, судың бетіне не пайда болды? Көкшелер пайда болды, да? Әбден араластырамыз. Енді балаларына түтікшемен көктің бетіне жаймен матырып аламыз. Енді балалар демімізді сыртқа шығарамыз, үрлейміз. Көбікше пайда болды ма балалар? Міне осылай сыртқа қарай түтікшемен үрлейміз. Балалар, осы тәжірибені жасаймыз ба? Кәне, ендеше балалар алдымыздағы барлығымыздың алдымызда ыдыстар, сулар дайын. Ендеше мен көрсеткендей етіп тәжірибе жасайық. Кәне балалар. Ең бірінші балалар, суды құямыз. Алдымызда суды құямыз. Міне, Асылжан, міне. Суды құямыз, кәне. Я, құя ғой. Я. Араластырамыз. Бәрін құямыз. Жайна, қасықпен болғаймыз. Жайна, міне қасықпен болғаймыз. Енді балалар, суымызға сабынды суды құямыз. Араластырамыз қасықпен әбден. Жайна араластырамыз. Әбден араластырамыз. Қасықпен араластырамыз, жайна. Араластырамыз. Әбден араластырамыз. Араластырамыз. Балалар, судың күйі өзгерді ма? Суға, сабынды суға салған кезде қандай әрекет болды балалар? Судың бетіне көкшелер пайда болды. Жарайсыңдар балалар, ендеше қасығымызды орнына қоямыз. Алдымыздағы үрлегіш түтікшелерді қолымызға аламыз. Аламыз түтікшелерді. Дайындаған суымыздың бетіне түтікшені матырамыз. Енді балалар, демімізді сыртқа шығарып үрлейміз, кәне. Үрлейміз. Қаттырақ үрлейік балалар. Қаттырақ үрлейміз. Үрлейміз. Жоғарға қайды. Одан жарайсың. Жоғарға. Өте жақсы. Асымызды көтереміз жайна. Асылжандікі күшті болды. Жарайсың. Кәне үрлейміз. Тағы үрлей бер. Шығады. Бүгінгі тәжірибемізде балалар сиқырлы көпіршіктер жасай отырып сабынды көпіршіктер Иә, балалар, біз немен жасадық? Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіз бе? Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің нөмірі 33-ші Әлия балабақшасының нөмірі 8-ші мектеп алды даярлық тобының бірінші санатты тәрбиешісі Давлетова Кеңескүл Қошынбайқызы. Бүгін біз балалармен табиғатты қалай сақтау керектігін және қазіргі уақытта қағаздың қаншалықты маңызды екені туралы айтып, қағаздан қалай өңдеп екінші өмір беріп қағазға осы жайында айтып, көрсетіп, эксперимент жасаймыз. Сәлеметсіз бе? Ақтау қаласы Әлия балабақшасы ақкөңілсің тобы. Бүгін біз балалар қағаздан, пайдаланған қағаздан тәжірибелік жұмыс жасаймыз. Білесіздер ме балалар, біздің өмірімізде қағаз өте көп қолданады. Ал қағаз бізге қайдан келеді, білесіздер ме? Қағазды осы балабақшамызда, тобымызда өңдеп шығарамыз. Ол үшін біз не істейміз, Сағыныш? Қағаз қалдықтарын қайта қағаз үстеу үшін келесі әдіс қолданылады.
Blender-ге су қойып, қағазды кішкене жыртып, Blender-ге саламыз. Blender-ге қосып араластырамыз. Енді вафли қосамыз. Дөңгелек сетканы батырып, ақырын жүзіп аламыз. Оған қол тигізбей, тегіс жерге бір күнге кептіріп қоямыз. Нәтижесінде сұр ақ қағаз пайда болды. Бұны шығармашылығымызға
қолданамыз. Қағазды қайдан келетінін білдік пе? Иә, Қайдан келеді екен? ағаштан. Сол үшін біз не істеуіміз керек? Ағашты кеспеуіміз. Қазақтың ағаш жайында мақал-мәтелі бар. Білеміз бе? Иә. Бір ағашты кесіп, 10 ағаш yiyoruz. Дұрыс айтасыздар балалар. Мінекей біз ағаштарымызды қорғап, көшеттерді отырғызып, үнемі талдарды отырғызып, ағашты жұлмай, кеспей, айналамызды көгаландырып, орманымызды қорғап жүруіміз керек екен балалар. Назерке не жасады? Қазақтың ою-өрнегін. Сәлеметсіздер ме? Мен Сарманова Айшолпан Жандосовна, Бейнеу ауданы Боранқұл санаториялық бөбекжайының психологымын. Менің тақырыбым балабақшада балаларға қызықты эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйым педагогы жан-жақты сан қырлы болуы керек. Мен өз іс тәжірибемде ойын арқылы баланың танымдық қабілеттерін дамытуда ең қызықты әдіс зерттеу эксперимент жасау технологиясын үнемі қолданамын. Мектеп жасына дейінгі балалардың эксперимент жүргізу және байқау объектілері өсімдіктердің өсуі, жануарлардың тіршілігі, жансыз табиғат құбылысы болуы мүмкін. Зерттеу баланы қызықтыратын, жан-жақты дамуына жол ашатын бағыт. Эксперимент жұмысын барлық білім салаларында, жеке топтық әрекеттерде де қолданамын. Эксперименттік зерттеу әдістері баланың ізденушілігін, танымын қалыптастырады. Сонымен бірге тәжірибе кезінде бұрын айтылмаған жаңа сөздермен танысады, тіл байлықтары артады. Бұл не, неге деген сұрақтарға жауап табады. Ал енді мен сіздермен өз іс тәжірибемдегі балалармен бірге жүргізген бірнеше эксперименттік жұмыстармен бөліскім келіп отыр. Алдарыңыздағы көріністегідей тұз, су, жұмыртқа экспериментінде тұздың мөлшеріне қарай жұмыртқаның судағы қозғалысын зерттейміз. Бұл құбылыстың неліктен олай екендігін түсіндіреміз. Яғни балаларға судың ауыр жеңілдігін суға әртүрлі мөлшердегі тұз қосу арқылы ұғындырамыз. Балалар бұл тәжірибені қызыға және таңғалып жасайды. Келесі балалармен жасаған таңғажайып экспериментіміз үрілген әдемі шарлар деп аталады. Бұнда ас содасы мен сірке қышқылын қосылғанда құбылыс пайда болып, шар үріліп шығуға болатындығымен балаларды таң қалдыру. Экспериментте сірке қышқылы ас содасы болғандықтан балаларға қауіпті екендігін түсіндіремін. Бұл қызықты экспериментті тек үлкендердің көмегімен жасауға кеңес беремін. Ерекше әрі таңғажайып экспериментіміз кемпір-қосақ эксперименті деп аталады. Бұл экспериментте судың тығыздығын, яғни ауыр жеңілдігін байқау үшін қантты әртүрлі мөлшерде қосып тексереміз. Судың түсін де әртүрлі бояулармен өзгертіп, ыдыстағы кемпір-қосақ бейнесін шығарамыз. Балалар бұл бейнені көргенде таң қалысады.
келесі балалармен бірлескен жұмысының атауы тудың түсі қандай деп аталады. Бұл экспериментте балаларға бояуларды араластыру арқылы да белгілі бір өзіңізге қажетті түсті шығаруға болатындығын түсіндірдім. Балалар бұл жұмыста ыдыс-толы суға дайын болған бояуды қосу арқылы көк байрағымыздың бейнесі шыққандығына мәз болып қуанды, әрі әр істі қызығушылықпен орындады. Психолог ғалым Выготскийдің бала неғұрлым көп көрсе, естісе және бастан кешірсе, соғұрлым ол көбірек үйренеді және игереді. Оның тәжірибесінде шындықтың элементтері соғұрлым көп болса, соғұрлым маңызды және өнімді болады. Басқа нәрселер тең болса, оның шығармашылық белсенділігі болады деген сөзіне сүйене отырып, мен психолог ретінде баланың өз ісіне қанағаттанып, қуанғанын, зерттеу арқылы қол жеткізген іс-әрекетіне шаттанғанын көргім келеді. Эксперименттік әдісін пайдалану бұл баланың өмірге жасаған алғашқы қадамдарының бірі. Эксперименттік зерттеу әдістері арқылы бала бойына сенімділік, еңбекқорлық, іскерлік қасиеттермен бірге өз ойын айта алатын, таным түйсігі мол, жан дүниесі жақсылыққа, жаңалыққа құштар тұлға тәрбиелей аламыз. Бүгін біз зертханаға келдік. Бүгін нені зерттейді екенбіз? Міне қызық. Маған да қызық болып тұр. Иә. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Бүгін біз суды зерттейтін боламыз. Бүгін біздің зерттеуімізге қажетті заттар, бұлар су керек, одан кейін күнбағыс майы, су сабын, пластик бөтелке керек, қолшам керек, түрлі түсті бояуларымыз керек, одан кейін көпіршік, таблеткалар қажет екен. Балалар, бүгін бізден түрлі түсті көпіршіктер жасайтын боламыз. Оған бізге қажетті заттар, күнбағыс майы, түрлі бояуымыз, одан кейін көпіршік таблеткасы, сосын бізге қолшам қажет болады. Ал бәріміздің алдарымызда күнбағыс майымыз құюлы дайын тұр. Оған кәнекей бәріміз бояуымызды араластырайықшы балалар. Бояудың бәрін құямыз, жарайсыңдар. Енді көпіршік таблеткаларымызды салайық. Ішіне бірінші біреуін саламыз балалар. Біреуін саламыз. Ал енді қане стақанымызға қарайықшы балалар. Нені көріп атсыңдар? Көпіршік. Көпіршік қандай түстері көпіршіктерінің? Менікі сары. Сары, Айданікі, Перизат сенікі? Менікі қызыл. Қызыл, Сырғалым? Менікі қоңыр. Қоңыр. Менікі көк. Көк. Ал енді көпіршігіміз бұдан да қатты болу үшін екінші таблеткамызды салайықшы кәнекей балалар. Біздің көпіршіктеріміз көбейіп жатыр ма? Иә. Ал енді балалар, ең қызық жері біздер мінекей стаканымыздың түбінен қолшамды алып, былай қараса, одан да керемет болатын сияқты. Кәнекей бәріміз қолшамымызды алып стаканымыздың түбінен қарайықшы кәнекей. Апай қоспеңші. Ал балалар, біздің келесі зерттеуіміз мұз қиыршықтарынан түрлі түсті тамшылар деп аталады. Оған бізге қажетті заттар күнбағыс майы, тағы да бізге түрлі түсті мұз қиыршықтары керек. Күнбағыс майын ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстіне біздер мына түрлі түсті мұздарымызды саламыз. Неке балалар қарасақ, түрлі түсті тамшылар пайда болып жатыр. Қарайшы, араластырып. Сіздерге ұнап жатыр ма? Иә. Көрдік бе неке? Иә. Қандай әдемі тамшылар болып жатыр, иә балалар? Иә. Ал енді өзіміздің қолымызбен жасап көреміз бе осыларды?
Мен сіздерге дайындап берейін. Түрлі түсті мұздарымызды кәнекей күнбағыс майымызға салайық. Қандай тамаша. Не байқап жатсыздар, балалар? Түрлі түсті тамшыларды. Қандай керемет, осындай да болады екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, біздің күнбағыс майымызбенен түрлі түсті тамшыларымыз араласты ма? Жоқ, араласқан жоқ. Түрлі түсті тамшылар пайда болды. Жарайсыңдар, балалар. Жаңбыр қай кезде жауатынын білесіңдер ме? Көктем мезгілінде. Дұрыс айтасың, Сырғалым. Көктем мезгілінде жауады екен. Ал жаңбырдың түсі болады ма? Жоқ. Жоқ, Жасмина дұрыс айтты. Жаңбырдың түсі болмайды екен. Оның түсі қандай болады екен? Мөлдір. Мөлдір болады екен. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін біз қолымызбен түрлі түсті жаңбырды жаудыртатын боламыз. Оған бізге қажетті заттарымыз су қажет, күнбағыс майы қажет және түрлі түсті бояуларымыз қажет екен. Ал кәнекей қолымызбенен жасайық. Бүгін мінекей күнбағыс майынан түрлі түсті бояуларымызды қосамыз. Мұқият қарап тұрамыз, балалар. Оны жақсылап араластырамыз. Мінекей, көріп тұрсыңдар ма, балалар? Түйіршік болып қалды, бояуларымыз? Енді оны біз мына мөлдір суымызға құйып жібереміз. Ал, балалар, енді қызық болады. Кәнекей қарайықшы. Жаңбыр түрлі түсті болып жауып жатыр ма? Суымыздың түсі өзгеріп жатқан сияқты, балалар? Кәнекей. Ал, мінекей қызық болып жатыр, мінекей, балалар, қараңдаршы. Тамшыларымыз қандай түс болып жатыр? Қандай әдемі. Қандай тамаша. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі зерттеулеріміз сіздерге ұнап жатыр ма, балалар? Мінекей, балалар, біздер жаңбырды қолдан осылай түрлі түсті қылып жаудыртуымызға да болады екен. Балалар, біздің жаңбырымыз мөлдір болып жауып жатыр ма? Жоқ. Түрлі түсті. Қандай әдемі. Балалар, түрлі түсті болып жаңбырымыз жауып жатыр екен. Ал енді мен қолшамызды қосып, одан да әдемілей түсірейін, кәнекей. Ал, балалар, тамашалаймыз, кәне. Түстеріміз қандай күшті, әдемі болып түсіп жатыр, Қандай керемет. Жарайсыңдар, балалар. Көрдіңдер ма? Бүгін қандай тәжірибелер жасадық біздер. Балалар, бүгінгі зерттеулеріміз сіздерге ұнады ма? Кімге қайсы зерттеу ұнады? Кәнекей, айтайыншы. Маған атқылаған лава ұнады. Лава шам ұнады, Перизатқа. Жарайсың. Ал, Айда, саған не ұнады? Маған әртүрлі түстер жаңбыр ұнады. Түрлі түсті жаудырған жаңбырымыз ұнаған екен. Айдаға. Жарайсың. Сырғалым, саған не ұнады? Маған көпіршік ұнады. Сырғалымға түрлі түсті көпіршіктеріміз ұнаған екен. Жарайсыңдар, балалар. Маған мұз ұнады. Жасминге түрлі түсті мұз қиыршықтарынан тамшылаған тамшылар ұнаған екен. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі зерттеуіміз сіздерге ұнаған болса, зерттеуімізді аяқтаймыз. Сау болыңыздар.
терапиясы. Саусақ бұлшықеттері жақсы дамыған баланың тілі, психологиялық функциясы, шығармашылық қабілеті өте жақсы дамиды. Мен шығармашылық құм терапиясының шығармашылық жұмысымды Лора Калфтың мына сөзімен бастағым келеді. Құм тақтасындағы 3 деңгейдегі картина ішкі жан дүниенің келбеті, адамның ішкі дүниесіндегі проблемалар сол құм тақтасында айқын көруге болады. Тап бір драма секілді. Құм терапиясының шығу тарихы. Құм терапиясы тәжірибе жүзінде 1920 жылдың соңында пайдалана бастады. Алғашқыда бұл жұмысты белгілі психотерапевттер Анна Фрейд, Эрик Эриксон практикада қолданды. Юник белсенді елестету техникасы құм терапиясының теориялық негізін құрайтынын анықтады. Құм терапиясы баланың шығармашылық регрессиясына әсер етіп, адамның балалық шағының оралуына және баланың архетип жүйесіне ықпал етеді. Құм миллион жыл бұрын пайда болған. Ол бүкіл әлемге жайылған. Құм өте ұсақ, ақ түсті, сары, қоңыр, сыр және қызғылт түсі болады. Құм бала үшін өте тартымды, магнит сияқты болып тұрады. Құм терапиясы принципі аналитикалық терапияның негізін салушы Юникпен ұсынылған. Құм терапиясының маңызы. Бала өзін бұл шығармашылық құммен жұмыс жасау барысында өзін жайлы, қорғалған күйде сезініп, шығармашылық белсенділік танытатын табиғи стимулдық орта қалыптастырады, және танымдық психикалық процестерді дамытады, және түйсік, есті, зейінді, қиялды, кеңістік түсінікті, тактильді, кинестетикалық сезімділік пен қолдардың ұсақ моторикасынан дамиды. Мақсаты балалардың құм терапиясында қиял, көрнекі бейнелік ойлауды, сөздік логикалық ойлауды, көрнекі іс-әрекеттік ойлауды, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауды дамыту. Құм терапиясының 4 міндеті бар: диагностикалық, коррекциялық, терапиялық, шығармашылық даму. Бұл құм терапиясымен балалар шығармашылық жұмыс жасаған кезде ол балалардың ойлау қабілетін дамытады, балалық шығармашылық регрессиясына әсер етеді, зейіндерін арттырады және балалардың жүйке жүйесін тыныштандырады. Құм терапиясын клиентке мынадай жағдайларда қолданылады: өзінің ішкі сезімін немесе ойын түсіндіре алмайтын балалар, шешім қабылдауға қиындық туғызған жағдайда, өзінің сезімін білдіруге шектеулік жасаған кезде, психологиялық травма кезінде, экзистенциалды және ересектік кризис кезінде. Мұндай балалар өзінің құмға сурет салу арқылы ішкі жан дүниесін, сезімін, ойын осы құмға сурет салу арқылы жеткізе алады. Құмның адам ағзасына тигізер әсері мол. Балалар ұсақ қол моторикасын дамытып, өздерінің психикасын реттейді. Саусаққа тиген құм түйіршіктері әрбір баланың ұйықтап жатқан клеткаларын оятып, жүйке жүйесін тыныштандырады. Құмның психикалық жағымсыз қуатын жоқ қылатын сезімталдық жай күйді реттейтін қасиеті бар. Құм балаларға магнит сияқты әсер етеді. Осы шығармашылық жұмыспен құммен жұмыс жасау барысында балалар өздерінің ой қиялын жеткізіп, құмға өздерінің ішкі сезіміндегі ойларын құмға бейнелеу арқылы, ішкі жеткізе алмаған ойларын сурет салу арқылы жеткізе алады. Қорытындылай, құмдық терапия ол адамның ойлау қабілетін дамытады, балалардың зейінін арттырады. Сонымен қатар балалар жүйке жүйесін тыныштандыруға өте пайдалы. Бұл өнер жас талғамайды. Орталыққа келетін ең балғын балалар небәрі 1,5 жастан басталады. Бұл жерде балалар қиялдағысының қиюын әзірге келтіре алмаса да, құмға бейнелеу арқылы, мүсіндеу арқылы түсіруге болатындығын түсінеді. Осындай тамаша әдіс арқылы балалардың шығармашылығын шыңдауға мүмкіндік мол. Бұдан өзге сәбидің есте сақтау қабілеті артып, ой жиегі дамиды. Балалардың саусақтарының епті болуына да құммен жұмыс жасағанда өте әсері мол.
Балалар бүгінгі жеке жұмысын жасау нәтижесінде Айсұлтан таудың суретін салып, ылғалды құммен мүсіндеді. Раяна үйдің суретін құрғақ құмға салып, ылғалды құммен мүсіндеп шықты. Томирис гүлдің суретін ылғалды құммен мүсіндеді. Лашын бұлтпен жаңбырдың тамшысын құрғақ құмға салып, ылғалды құммен мүсіндеді. Жарқынай күннің суретін құрғақ құмға салып, ылғалды құммен мүсіндей алды. Балалар, бүгінгі сабаққа өте жақсы қатынастыңдар. Барлығың тапсырманы жақсы орындадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Сәлеметсіздер ме? Мен Ерлан қызы Нұрбану. Маңғыстау облысы білім басқармасының Қарақия ауданы бойынша білім бөлімінің болашақ бөбекжайын тәрбиешісімін. Бүгінгі вебинарда қызықты саз тақырыбында іздену эксперименттік әрекетін ұсынамын. Мақсатым балалардың танымдылық, белсенділік дамыту және эксперименттік әрекетке қызығушылықтарын ояту. Құмның пайдалы қазба екендігі туралы түсінік беру. Бала әлемдегі ең ізденімпаз адам. Мектепке дейінгі жастағы балалар қоршаған әлемді және заттардың қасиеттерін белсенді түрде игереді. Айналадағы заттарды ұстай алады, дәмін татып тіпті тәжірибе жасай алады. Осылайша бала өмірге бейімделуге көмектесетін алғашқы себеп салдарлық байланыстарды орнатады. Эксперимент балалардың толық және жан-жақты дамуына қамтамасыз етеді. Балалар әлемді сол күйінде көрсетеді, әрбір ересек адам біле бермейтін табиғат құпияларын ашады. Балалар табиғи материалдармен ойнағанда икемділік пен саусақ моторикасы дамиды. Логикалық және есте сақтау қабілеттері жақсарады. Тәжірибе барысында олар ең кішкентай бөлшектерді байқайды. Бақылауларға сүйене отырып, балалар қарапайым қорытынды жасайды. Тәжірибе барысында олар пайдалы дағдыларға ие болады. Мысалы, балшықтан модельдеу. Балшықтан модельдеу бұл сүйікті хоббиге айналуы мүмкін қызықты шығармашылық әрекет қана емес. Бұл сондай-ақ көптеген жағымды эмоциялар алудың жолы. Эксперименттік әрекетке балалармен саз балшыққа ғылыми зерттеу өткіздім. Зерттеу барысында ата-аналармен алдын ала жұмыс жүргіздім. Үйде балалардың экспериментін ұйымдастыру, құм терапиясы, арт терапиясы әдістерінің бірі тақырыбында кеңес бердім. Сонымен қатар Алақан орталығына бала және ата-аналармен бірге саяхат ұйымдастырдым. Балалардың қыштан түрлі бұйым жасауға шыдамдылық пен ұқыптылықты қажет етеді. Саз балшықты қолмен ұстаған адамның саусақтары арқылы әсіресе организмге түрлі дәрумендер тарайды екен. Biz болашақ бөбекжайын тәрбиешілеріміз. Біздің зерттеу жұмысының тақырыбы қызықты саз. Мына алдымызда ойыншықтар саздан жасалған. Неге ойыншықтар саздан жасалған? Осы саққа салып келісімен адами сыйлық қанаға бардым. Канада көптеген ыдыстан саздан жасалған. Мен жасап, құмыла сасадым, маған ұнады. Мен ерек заманнан саздан адамдар келе тұрды. Табиғатта әртүрлі түсті саздан кездеседі. Қара, жасыл, сары, қызыл. Сазды кейіннен қолданатын заттар берді. Ол үшін біз тәрізбен жасаймыз. Сазды қой. Жасыл керек.
сыныпқа кел. Не шықты? Батты. Бірінші тәжірибемізде балшық жасадық. Екінші тәжірибемізде баштан ыдыс жасаймыз. Су түген жоқ. Жасаған ыдысымызға су қоюға болады екен. Тәжірибе соңында сазды кеңінен қолданатын білдік. Іздену эксперименттік әрекетті қорытындылай келе, эксперименттік іс-әрекеті арқылы мектеп жасына дейінгі баланың дүниенің тұтас бейнесінің негіздерін қалыптастыру үшін қажетті жағдайлар жасалды. Балалардың қоршаған дүние туралы түсінігі қалыптасады және заттар мен құбылыстардың тән маңызды белгілерін байқау, талдау, салыстыру, анықтау және осы белгілерге сүйене отырып жалпылау дағдылары қалыптасады. Балалардың табиғатқа деген эмоционалдық және құндылық қарым-қатынастары дамиды. Ата-аналар эксперименталды түрде қызығушылық танытады.